үш бала мақтанып жатыр дейді. Сөйтсе бір бала айтты, жігіттер, менің атым Райком деп. Сөйтсе екінші бала айтады дейді, менің атым Бағлан деп. Сөйтсе үшінші бала тұр дейді, жігіттер, менің атым Қарлығаш деп. Ой, Қарлығаш деген қыздың аты ғой десе, жаңа жігіт айтады дейді, немене, Қарлығаштың еркегі болмай ма не деп. Бір күні жөңгөлейде бір маймыл жүгіріп келе жатыр дейді да. Сөйтсе маймыл жерден сынық айна тауып алыпты. Маймыл айна көрмеген, өмірінде айнаға қарап тұр, маймыл айтады дейді, ойпырмай, түрім дәл осындай болса асыл өлерем деп айтады. Қазірде біздің хабарды білесіздер ғой. Ішінде анау мынауды көрсете береді ғой, жаңа бала шаға отыр демейді. Сонымен не керек, бір күні ана бізде Жетісайда Палома деген кино болып жатыр ғой. Бітпейді, қоймайды. Сөйтсе хабарда қысы жаман көрсетеді ғой енді. Сүйсе береді дейді жаңа ішінде. Сөйтсе кішкентай баласы келіп айтып жатыр дейді, папа, аналар не істеп жатыр деп. Папасы қуып жіберіпті, ай бар адамға. Саған көруге болмайды деп. Біраздан кейін баласы келіп айтады дейді, папа, өтініш, аналар не істеп жатыр, айта салыңызшы десе, папасы айтады дейді, бар адамға, олар сағызға таласып жатыр деп айтады дейді. Бір күні Астанада бір ит бір мышықты қойық бала дегенде, сөйтсе мышық қашып талдың төсіне мініп келіпті. Сөйтсе ит келіп талға асылып тұр, түсе шешең десе, мышық жайлап қарап, ойбай сен де Шымкенттесің бе деп түсіпті. Бір күні үш бала мақтанып жатыр дейді, кішкентай балалар. Сөйтсе біреу айтып, жігіттер, біз шіріп кеткен баймыз. Біздің үйде бәрі английский замок. Біз есікті үйден кетіп бара жатқанда жайлап жабамызда ғырчық шапата құлтап кетеміз депті. Сөйтсе екінші бала айтады, біз онша бай емеспіз, біздің үйде бәрі китайский замок деп. Құлтайтын кезде кілттің керегі жоқ, тық бас құлтап кетеміз деп. Сөйтсе үшінші бала тұр дейді, үшінші баладан сұрапты, ай сендердікі қандай замок десе, үшінші бала айтады дейді, айналайын, біздікі қазақский замок деп. Ол қандай замок десе, біздің үйдің есігін сыммен өлтіріп байлап плоскопсты қора жаға тығып кетеміз деп айтады дейді. Бір кемпірдің жасы 150 жаста екен. Сөйтсе хабардан келіп интервью алып жатыр дейді. Апа, жасыңыз 150 деген қоя десе, апамыз айтты дейді, қойдаша, біліп тұр, қайта сұрай бермей деп. Ол енді кемпір бүгін ертең өлетін кемпір емес екен. Сөйтіп, апа, сіз кеше тойға барды деп естіп жатырмыз, той қалай болды десе, апамыз айтады дейді, ай, той тоймады, бала шаға жеп кетті деп. Апа, енді тойда билеген шығарсыз десе, апамыз айтады дейді, биледік қой, класстастардан біреу жоқ, кілең 80-90-дағы шигол жылдар биге шақырып қоймады деп айтады. Баяғыда бір екі студент таспаға подручка болыпты, сөйтсе екеуі оқиды екен, ұзақ жақта оқиды екен да, сонымен ауылынан ақша келмейді, екеуі де жатақханада жатады, қарны аш, өлә, енді әбеттен не жейміз деп келатқан ғой, үш бардан шығып. Сөйтсе таспаған біреу шустер екен да, екінші момын екен. Сөйтсе момын байқұс жерден жейтін пряник тауыпты. Сөйтсе оны шустерге көріп қойып, қайдан тауып алдың деген ғой. Аңқау байқұс мына жерден деп енді жейді батса, шустер айтады дейді, ай жеме, жерден тауып алған жеуге болмайды, шыққан арлап кеткен деп өзі таспаған. Сөйтіп жаңа шустер айтады дейді, давай екеуміз магазиніне, сен пряник алып келді, тук, апай пряник бар ма де, мен саған сатам, өзің жейсің деген ғой, мақұл ма деген, мақұл деп анау кетті аңқау байқұс. Пряник алып келіп, тук, апай пряник бар ма екен десе, шустер айтады дейді, жаңа ғана таусылып кетті.